Қорқыту өз алдына ұрып соғуға көшті. Алтын Орда базарында кезекті шу шықты. Болаттың кезінде бақылаушы болған жуан жұдырықты қайта оралып, саудагерлерге күн көрсетер емес. Бұл малдың монологы. Арнаға жазыл, лайк бас, біз бастаймыз. Қаңтар қырғыннан соң Алтын Орданың басынан даудың бұлты арылмай қойды. Болаттан базарда ресми алған мен бейресми әмірі әлі күнге жүретіндей, өйткені соның кезінде бақылаушы, яғни контролер болған Ербосын Мылтықбаев Алтын Ордадағы бұрынғы қызметіне қанпезерлікпен қайта кірісіпті. Жаңа жасақтан емес, Ербосын келеді, басымызға түша береді, болмайды ғой. Болаттың атын естігенде жым болған сол дәуірде Ербосынның түкірігі жерге түспепті. Сол кездің өзінде саудагерлерді дірілдетіп ұстап, ақша жинаған, көнбегенін берісі сабаған, арысы қамаған. Содырлық сол системасын енді қайта енгізіпті. Завтра, как он здесь опять появится, мы опять поднимемся. Тогда не только КТК, и Хабар, Казахстан, все эти вещи мы вызовем. Отырса, опақ болған оптовиктер бұл жолы үнсіз қалмаймыз деп қатулы. Ербосын Мылтықбаевтан таяқ жегені бар, теперішіне көнбегені бар, бәрі бір ауыздан арыз жазған. Алайда әлі күнге Қарасай аудандық не полициясы, не прокуратура жүгенсіз бақылаушыны жазаға тартпай, бассыздығын бақырайып қана бақылап отыр. Так видишь, неплохо, сопровождением жүреміз строго. Қазіргі басшылықтың жұдырығы жуан контролерді не үшін қайта жұмысқа алғаны да түсініксіз. Әлде Болаттың кезіндегідей аузын әбден майлаймын деген уәдесін берді екен. Не де болса, құзырлы орган қарап қалмай дер уақытында араласуын талап етеміз. Әлде тек адам шығыны болғанда ғана қимылдайсыңдар ма? Еді, бұл малдың монологы. Арнаға жазыл, пікір қалдыр, айтарымыз алда.